Сәлем қыздар, бүгін жент жасаймын. Өте дәмді болып шығатын женттің рецебімен сіздермен бөлісетін боламын. Өте тез дайындалады және керемет болып шығады. Ол үшін алдымен 300 грамм сөк талқанын аламыз. Сөктің талқаны менде өте дәмді талқан. Одан кейін үстіне 100 грамм қант салатын боламыз. Егер де тәтті болған қаласаңыздар, бір 120-130 граммдай салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз бірге. Қант пен талқанды жақсылап араластырып аламыз құрғақтай. Одан кейін таза сары майды алып араластыратын боламыз. 150 грамм қостым мен. 150 грамм. Енді осы үшеуін бірге жақсылап араластырамыз. Майыңыз комнатный температурада осылай еріп тұруы қажет. Жақсылап араластырамыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Негізі сгущенка немесе бал қоссаңыздар да болады. Бірақ мынау классический рецепт, бұрыннан келе жатқан рецепт. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап, күнделікті шаймен ішуге өте керемет. Осылай қолмен жақсылап мыжғылап, жақсылап илейміз. Сол кезде бізде күшті жент шығатын болады. Майсөк жент деген бізде бұрыннан келе жатқан біздің десертіміз ғой, шаймен ішетін. Менде майсөктің да рецепті бар. Осы жерге ссылкасын қалдырып кетемін. Тоже дайындап көрсеңіздер болады. Жентіміз дайын болған кезде осылай мыжылып бірігеді. Яғни қолмен осылай мыжып көреміз. Сол кезде бірігіп тұрса, ол дайын болды деген сөз. Ары қарай мен өйтіп формамен жасаған жоқпын. Осылай тарелкаға салып, үстін нығыздап бастым. Барлығын тарелкаға салып алдында үстінен басып, холодильникке бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат 40 минутқа қойып қоямыз. Мұздап, майы шамалы қатайғанша. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де қонаққа жасайтын болсаңыздар, осылай үстіне орехтар қойып, әрлеп, солай жасасаңыздар болады, немесе үстіне шоколад құйып дегендей. Енді әркімнің фантазиясына қарай түрлі қылып әрлеуге болады. Міне осылай үстін нығыздап бастым да холодильникке қойып қойдым жарты сағатқа. Міне жарты сағатымыз өтті. Осылай қатты болды майы. Енді өзіміздің қалауымызша кесіп, әдемілеп дастарханымызға қойсақ болады. Мен осылай квадрат қылып кескенді жөн көрдім. Достар, мен каналым ұнаса, тіркелуді ұмытпаңыз. Каналымда ерекше дәмді рецепттер және емдік рецепттер бар. Қарасаңыздар болады. Мінекей осылай шықты. Жентті дәнмен немесе ірімшік, құртпен қойсаңыздар болады. Ас болсын.